Сәлеметсіздер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгінгі сабақта біз сіздермен көптік жалғаулар туралы түсінетін боламыз. Сегодня на уроке мы с вами рассмотрим множественные окончания. Қазақ тілінде көптік жалғаудың 6 түрі бар. Олар лар-лер, дар-дер және тар-тер. Лар-лер көптік жалғауы үнді дыбыстардан кейін және дауысты дыбыстардан кейін жалғанады. Дар-дер з, ж, л, м, н, ң әріптерден кейін жалғанады. Және тар-тер көптік жалғауы б, в, г, д және қатаң дыбыстардан кейін жалғанады. В казахском языке существует 6 видов множественных окончаний. Это лар-лер, дар-дер, тар-тер. Лар-лер добавляется после сонорных р, у, и после гласных звуков. Множественное окончание дар-дер добавляется после звуков з, ж, л, м, н, ң. Множественное окончание тар-тер добавляется после звуков б, в, г, д и после глухих звуков. Енді әрбір көптік жалғауды мысал түрінде жеке қарастырсақ. Лар-лер. Давайте с вами рассмотрим каждое множественное окончание по отдельности. Итак, первое множественное окончание лар-лер. Бала, балалар. Ребенок, дети. Кеме, кемелер. Корабль, корабли. Екінші көптік жалғау дар-дер. Второе множественное окончание дар-дер. Мысалдар, примеры. Қалам, қаламдар. Ручка, ручки. Көз, көздер. Глаз, глаза. Көптік жалғаудың үшінші түрі тар-тер. Третий вид множественных окончаний тар-тер. Мысалдар, примеры. Қорап, қораптар. Коробка, коробки. Күнделік, күнделіктер. Дневник, дневники. Енді сіздермен барлық мысалдарды бір кесте түрінде қарастырайық. Давайте теперь с вами рассмотрим все примеры в одной таблице. Бірінші көптік жалғау лар-лер. Первое множественное окончание лар-лер. Бала, балалар. Ребенок, дети. Кеме, кемелер. Корабль, корабли. Екінші түрі дар-дер. Второй вид дар-дер. Қалам, қаламдар. Ручка, ручки. Көз, көздер. Глаз, глаза. Үшінші түрі, третий вид, тар-тер. Қорап, қораптар. Коробка, коробки. Күнделік, күнделіктер. Дневник, дневники. Балалар, назарларыңызға рахмет. Сіздерге қызық болды ма? Егер де видео ұнаса, Айнура Мергалиева репетитор каналына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ребята, спасибо за внимание. Было ли вам интересно? Если вам было интересно видео, подписывайтесь на мой канал Айнура Мергалиева репетитор и ставьте лайки.